Ал қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Құрметті қазақ елі, қуаныңыздар, келіндеріңіз босанды. Біз официально ата-ана атандық. Аллаға сансыз шүкір, әлхамдулилля. Бексұлтанұлы дүниеге келді. Сүйінші, қуан қазақ елі, Аллаға сансыз шүкір, әлхамдулилля. Әке атанып жатырмын бүгін, Аллаға сансыз шүкір. Баршаңызға үлкен рахмет. Қолдау білдірген жандар, қуанышымда шек жоқ. Аллаға сансыз мадақтаулар, шүкірліктер болсын. Тіпті не айтарым білмей отырмын, қазір жүрегім жарылып кетейін деп қуанып отырмын бар ғой. Баршаңызға рахмет. Қолдау білдірген жандар, Алла разы болсын баршаңызға. Қасиетті Рамазан айында, керемет айда ұлымыз дүниеге келді. Баршаңызға үлкен рахмет. Эмоциямды айтып жеткізе алмай жатырмын бар ғой қазір. Өзім тығылып бір жылап алдым шыны керек қуаныштан. Көзіміздің жасы тек қуаныштан төгілсінші. Аллаға сансыз шүкір, Рамазан айында ұлымыз дүниеге келгеніне өте қатты қуаныштымын. Баршаңызға үлкен рахмет. Қолдау білдірген жандар, Алла разы болсын. Аман болайық. Ал, міне қыздарыңызды көріп алыңыздар. Қыздарыңыз жатыр, бөбеміз жатыр, міне алтыным, тәттім. Көрсетпей қойып, қазір көз тиіп қалмасын. Жаным, жеңілдеуіңмен алтыным, құшықаным. Негізі біз ер азаматтар әйтеуір сабыр етіп күтеміз ғой, бірақ әйел адамның қадірін осындай кезде түсінеді екенсің. Мен шыны керек қатты уайымдадым, қатты. Бірақ дұға еттім Алладан, сәбиіміз аман есен дүниеге келсінші деп. Дұғамыздан қабыл болған Аллаға шүкір. Қасиетті Рамазан айы, керемет айда дүниеге келіп баламыз. Шүкір, Аллаға сансыз шүкір. Қазір балапан ұлымды көріп, анасын көріп, кішкене көз айым